даланы қоқыс тастап таза ұстамасақ ауа ластанады. Қоқыстарды тастамау керек деп ойлаймын. Менің ойымша, экология дегеніміз ол ауаны тазаламай, қоқыс жәшігіне салу керек. Және суды үнемдеуіміз керек. Өйткені әлемде тұщы су азайып бара жатыр. Менің ойымша, бәрі өсімдіктерді жумау керек. Өйткені олар ауа істейді. Ауаны тазарту үшін бізге көп өсімдіктерді егіп өсіре беру керек. Өйткені олар ауаны тазартады. Біз өсімдіктер, ағаштарды қоршаған ортада көбейтуіміз керек. Өзіміздегі Қазақстандағы осы саябақтарды көбейтуіміз қажет. Өйткені ағаштар осы ауадағы жаман газдардан бізді құтқарады. Және біз осылай көп ормандарды егетін болсақ, өз экологиямызды тазартамыз. Сенімімді ақ жүрекпен ақтаймын. Туған жерім топырағын баптаймын. Сеніміне ата-баба дақ салмай, табиғатты таза етіп, әлемімді сақтаймын. Қоршаған ортаны қорғау үшін табиғатымызды және өзен суларды ластамауымыз қажет. Және жетпей жатқан қоқыстардың барлығын қоқыс жәшігіне тастап, өз артымыздан тазалап жүруіміз керек. Кәрі болсақ та, жас та болсақ та, біз осы экологияны тазартуға тер төгіп атсалысуымыз қажет. Ол үшін біз күнделікті үйде тұрмыс жағдайында суды үнемдеп және қоқыстарды далаға әр жерге тастай салмай, орны арнайы орындарына тастап, өзіміздің экологиямызды қорғауға бар күшімізді салуымыз қажет деп ойлаймын. Сен неге ағашты сындырасың? Ол да табиғаттың бір бөлігі. Көктемде оларды отырғызып өсіреді ғой. Қойшы, өзім білемін. Жүр барып ойнайық, бұл гүлдің саған не қажеті бар? Осы гүлдің арқасында біз таза ауа жұтамыз. Мен оны білмеймін, онда мен де саған көмектесейін. Жарайды. Судың да сұрауы бар.